Қайырлы күн баршаңызға, менің гүлсүйер оқырмандарым. Мен сіздерге бүгін шфлера гүлін туралы бөліскім келіп отыр. Одан алдын айта кетейін, фитосферин М-ді қалай қолданамыз деген қыздарға. Үй бөлмесіндегі температурадағы суға жартысын салып, тамырды 2-3 минутқа салып алатын боламыз. Үйде гүлдемейтін гүлдеріңіздің жапырақтары түсіп немесе шықпай жатса, мысалға драцена, фикус гүлдеріңіздің жапырақтары түсіп немесе шықпай жатса, осы бір әдісті қолданып көріңіздер. Чудо паста. Бұны ашып, спичканың көмегімен жоғарғы бөлік жағына гүлдің астыңғы бөлік жағына жұқа етіп жағамыз. 10-15 күнде жапырақ шыға бастайды. Қолданып көріңіздер, өте керемет әдіс. Шфлера гүлі арелатты тұқымдасына жатады. Шығыс Азия, Қытай, Жапония, Австралияда таралған. Табиғатта 150-ге жуық түрі бар. Кейпі кішкене ағаш немесе бұта секілді. Жапырақтары жайылған, алақан тәрізді сабақ басында тарамдала орналасқан. 5-тен 20 талға дейін болады. Қою жасыл және ақ немесе сары дақтары бар. Ала жапырақты түрлері бар. Отанында өте әдемі гүлдегенімен үй жағдайында гүлдемейді. Ағаш тектес шфлера көп бұтақты әдемі жапырақты өсімдікке жатады. Жасыл және ала жапырақты түрлері бар. Бір сабақтарда 7-ден 16-ға дейін жапырақтары болуы мүмкін. Жапырағы етті, қатқылдау, бетті жылтыр. Күтімі жеңіл гүлдерге жатады. Ересек өсімдіктің бойы 2-2,5 метрге дейін жетеді. Сондықтан үлкен кең бөлмелерде және қысқы бақтарда өсірген абзал. 700 түрі белгілі. Жарығы тік түсетін күн көзіне қоюға болмайды. Жарықта жақсы өседі. Жылуы қыста бөлме температурасының 12 градусқа дейін төмендеуіне шыдамды. Суғарылуы молынан сирек, қыста байқап суғару керек. Жиі суғарғаннан да жапырақтары түсіп қалады. Ылғалдылығы жапырақтарына жиірек су бүркіп тұрған дұрыс. Қоректендірілуі көктем-жаз айларында 10 күнде бір рет, ал қыста айына бір рет әдемі жапырақты өсімдікке арналған тыңайтқышпен қоректендіріледі. Аурулары бөлмеде ауа өте құрғақтанып кеткенде өрмекші және зиянкестердің әсерінен ауыруы мүмкін. Көбейтілуі сабақ ұшы қалемшелерімен және жартылай ағаштан сабақтары арқылы көбейтіледі. Топырақтың батпақтануы егер сіз шефті үнемі толтырып су құйсаңыз, топырақ қышқылға айналады және тамырлар шіри бастайды. Бұл ыдырау жапырақтарға таралады. Олар сарғайып құлап кетеді. Тамырдың зақымдануы неғұрлым күшті болса, соғұрлым жапырақтар түседі. Егер ауру басталса, жапырақтары қараңғыланады және түседі. Жарқыраған күн сәулесі түседі. Егер гүл құмыра тікелей күн сәулесінде болса, жапырақтар қара дақтармен жабылып түсіп кетеді. Бұл күннің күйеуі. Егер шфлера ауырып қалса, оны жандандыру қажет. Оны гүл құмырасынан шығарыңыз және тексеріңіз. Бүлінген және шірік тамырларды алып тастаңыз. Тамырларды 60-90 минут ішінде эпи немесе циркон ерітіндісіне салыңыз. Шфлерді бөлме температурасында немесе сәл жоғары тұнбалы сумен суару керек. Топырақ кесегі толығымен құрғаған кезде өсімдікті мол суғарыңыз, сонда су табаға жетеді. Қалғанын төгіп тастаңыз. Суды аптасына бір рет, бірақ жиі шашыратыңыз. Шфлера жарықты жақсы көреді, сондықтан оны жарық жағына қойыңыз. Ал қыста қосымша жарықтандыру қамтамасыз етіңіз. Күн өте белсенді болған кезде оны тікелей күн сәулесінен жарық пердемен жабыңыз. Жазда аспазды ашық жер, жарықсыз сәуле түспейтін жерде сызба мен желсіз орналастырыңыз. Үйде орташа ылғалдылықты сақтаңыз. Қыста қолайлы температура 16-18 градус. Егер гүл құмыра жылыту қондырғыларының жанында орналасқан жақсы.
бұл бірегей өсімдік теріс энергияны сіңіріп, оттегі мен ылғалды береді. Дегенмен сіз флораға өте мұқият және мұқият қарауыңыз керек. Бұл сізге жақсы көрінетін және пайда әкелетін жалғыз әдіс. Видео ұнап жатса лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Рахмет.